85 бойдан қуат күшімді алдың, аузымнан ақ қаладай тісімді алдың. Ағарып шаш пен сақал әжептәуір, жастағы беттен ажар түсімді алдың. Кешегі 20-30-дың дер күнінде айқайлап жыр айтуға қысылмадым. Құдайым ақырында иман беріп, етегөр қауымында мұсылманның. 85 жолдас болдың меніменен, күрестім сыр бермен деп сеніменен. Көпшілік басын қосып жинағанда, сөйлеуге шешен едім ерінбеген. Кешегі 25 пен 30-40 көзіме бір кеткен соң көрінбеген. Ойласақ бұрын соңды пікір етіп, кәріліктен адам бар ма жеңілмеген. Кәріліктің қарауылы деп ойлаймын, ауырат тізем қабат белімменен. Қарттықта қыңқыл-сыңқыл ештеңе емес, және тұр алдымызда өлім деген. Алланың ақ бұйрығы жетіскен күн, ешкім жоқ үйірінен бөлінбеген. Бір Алла сапарымды оңғарғайсың, кеткенде 2-3 қабат кебінменен. Қараттым аузыма талай көпті, аяндап ақсақ қойдай қарттық жетті. Талпынған қыран құстай жастық дәурен, баянсыз басымыздан мұрсат өтті. Тұрамын осы күні жер таянып, жастағы бойдан қайрат қуат кетті. Қара жер қалдырмастан қарпып жатыр, пайғамбар шайха әулие хан мен бекті. Жаратқан бір құдірет тәрбиелеп, ай мен күн жан мақұлық жер мен көкті. Салмаға сауабының ауыр келіп, аударып күнәмізді басқайдағы. Таразы құрылған күн мизан шеккі, тілеймін иман бер деп жаббарғақтан. Күнәға бейшарамыз белден батқан. Құдайым күнәмізді ғафу еткей, соңыра айдалған күн қарасаттан. Қарасат майданына барған күні, пайда жоқ дүниеде қонған бақтан. Ол күнде оң тараптан әман келсе, сүйікті пенде болып сонда мақтан. Құдайым күнәмізді ғафу етіп, ән сәт ет, айдағанда ысыраттан. Жаратқан кең фазылды падишасың, біздерді етпегейсің тамғылықтан. Кәләмдағы аятыңнан үмітім бар, кешірім күнәмізді тірліктегі, бергейсің махшар күні рахаттан. Жұмақтың имандыға есік ашық, бір Алла жеткізе көр содан нәсіп. Ажалға жақындаған секілдіміз, 80-нен 5 жыл болды кеттік асып. Әртүрлі ағзаларым жауырғасын, басылды жүрген көңіл судай тасып. Жұлдызды жүйрік едім оза шапқан, көпшілік көрермет деп болған асық. Озалдан бұйрық солай амал нешік, кем-кемден келе жатыр кәрілік басып. Бір Алла хатимаңның қайырын бер, құшақтап құрсағына алғанда жер. Атқанда таң мақшары мекеніміз, арналып адам бойы қазылғаны көр. Жатамыз топырақпен бастырылып, онда жоқ кіріп шығар есікпен төр. Кешіріп тірліктегі күнәмізді, Тәңірім жәннат жайға кіргізе көр. Намазбен оразамыз қабыл болса, болат дейді өлген күні жанға пайда. Алланың шын сүйікті пенделері қарсат майданына жиналғанда, жүздері ұқсайды дейді толған айға. Мәңгілік хүрлерменен бір тұрады, нәсіп боп кірсек жұмақ кең сарайға. Қорқамын күнәларым таудай ауыр, зарлаймын ғафу ет деп бір Құдайға. Тәңірім бір жаратқан қадір Алла, пендеміз біз бейшара өзің қамда. Калима шариғаттан жаңылдырма, жеткенде ажал төніп шыбын жанға. Сапарда ақ құлым де оңғарғайсың, аттанып кеткен күні алыс жолға. Өлгесін мәңкүр сұраушыға, саламат сауылынан нәсіп етіп, жасаған сапарымды өзің оңда. Белгісіз дүниеде адам пенде, айырылар жақсы жаман махшар таңда. Мұсылман қауымында болар едік, Мұхаммед үмбетіне кірсек сонда. Жұмақтың сарай бақша жылғаларын, Құдайдың достылары құлданады. Алланың шын сүйікті пенделері сол күнде жұптылыққа хүрдалады. Жәннатта алтын кесе толы шарап, жайнап тұр және тәтті құрмалары. Мінуге пырақтар тұр алтын ермен, киюге және әзір күллалары. Махшарда мұндай қызық рахаттан, сол күнде тек кәпірлер қорғалады. Алланың бірлігіне иланбаған кәпірлер отқа түсіп шырмалады. Нәмрут, Перғауын мен Әбу Жахил Алланың әміріне қарсы болып, хадисін пайғамбардың тыңдамады. Алланың әмірінен бір шыбынның падиша Нәмрутке әлі жетті. Күшейіп күннен күнге басы ауырып, 4-5 жыл арпалысып азап шекті. Миын жеп ақырында харап етіп, ол лағын 4 бүркітпен аспан құшып, Аллаға қарсыласып атам депті. Басқарған Ысрафелді мен Құдай деп, Перғауын әскерімен суға кетті. Дұшпаны Мұхаммедтің Әбу Жахил ол залым ренжітіп талай сөкті. Підірдің соғысында пәрелесіп, батырлар басын кесіп қанын төкті. Кәлләсін Мұхаммедке әкелгенде бір залым үмбетімнен кетті депті. Жолында бір Құдайдың тілегім сол, сөзімді мұхтасар деп тәмам етті.